Мен қарапайым қарттарды сүйем. Не деген керім еді, не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Алтын тонның ішінде кердеңдеген надан жүреді. Жалбыр тонның ішінде пейілі кең адам жүреді. Жасыңда болмасаң ақылды, сүймесең достарды жақынды, егделік жасына жеткенде қайтара алмайсың қапыңды. Жақсы қартайса жазып қойған хаттай, жаман қартайса бықсып жанған оттай демекші, қазыналы данагөй қарттарымыз көп болсын. Ертеде бір 100 жасаған қариядан сұрапты: ақсақал, біраз жасадыңыз, өмірден алған әсеріңіз қандай? Ой, балалар, несін айтасыңдар, мына есіктен кіріп, ана есіктен шыққандай болдым. Ет кетті, сүйек қалды, тіс кетті, иек қалды, алысқа көз жетпейді, қаттыға түс өтпейді. Көк шұбар кебіс кидім, төрге шыққаны жоқ. Сұлудың бетінен сүйдім, ерніме жұққаны жоқ. Жақсы ат міндім, тақымыма жұққаны жоқ. Асылдан киім кидім, иығыма жұққаны жоқ. Мына жалған дүниеде ынтымақ пен татулықтан асқаны жоқ деген екен. Өткенді қума, өмірің шаршайды, қашқанды қума, атың шаршайды дегенде бар ғой. Өмірдің қызығы таусылмайды, әттең дүние-ай деген екен. Өсетін елдің қарты қазына болар, өспейтін елдің қарты қазымыр болар. Қазынамыз мол болсын. Қаншама керемет адам болсаң да, сені жақтырмайтын адамдар болады. Қаншама жаман болсаң да, асылға бағалайтын адамдар болады. Адамның жаманы жоқ. Жаман қылып көрсететін мінезі мен елдің аузындағы өсегі. Біреуге біреу баға беретіндей сүттен ақ, судан таза пенде тағы да жоқ. Қартайдым деп қайғырма, жас бала бар артыңда. Жалғызбын деп қайғырма, жақсылар бар жаныңда. Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай сыйласқаның маңызды. Алыста жүргенің маңызды емес, қадіріңді білгені маңызды. Қымбат кигенің маңызды емес, алтыннан қымбат ниетің болғаны дұрыс. 3 нәрсені естен шығарып тастау керек. Мағынасы жоқ отырыс, көре алмайтын туыс, қиналғанда көмектесе алмайтын дос. Өйткені жаман туыс ақшаға бола ұрсысып жүреді. Жақсы туыс бар болсын, жоқ болсын туысып жүреді деген сөз бар емес пе еді? Адамның адамдығы кішіпейіл кісілігі мен өлшеусіз түсінігінде тұр. Бір ауыз сөз біреуді қуантады, біреуді жұбатады. Бір-бірімізге деген сеніміміз өшпесін. Жүрегімізде иман болсын, ағайын. Алдында жүрші көзімнің, асылым алтын қазынам. Ауыра қалсам өзіңнің, пейіліңмен ақ жазылам. Жүре берсең көре бересің, көре берсең біле бересің демекші. Өмірдің үйретері көп екен. 4 нәрседе үміт бар, бір нәрседе үміт жоқ. Жас өсем деп үмітті, жарлы байысам деп үмітті, жалғыз көбейсем деп үмітті, ауру жазылсам деп үмітті. Ал енді көктемімен жазы кетіп, сарғайған күздей болған қарттықтан үміт жоқ екен. Аруағынан айналдым ұлы шалдар, өздерің жоқ, сөздерің тірі шалдар. Есіне бәрін сақтаған, қағаздай қылып қаттаған, шежіре қартты күтіңдер, пайғамбар жасын аттаған. Сондай болса да еңсе түсірмейік, қазіргі әр сәтімізді, бір-бірімізді бағалай білейік. Демейміз досым кәріміз, тайған жоқ беттен әріміз, немерелерді жетелеп, шапқылап жүрміз бәріміз. Әр күндеріңіз табысқа, жақсылыққа толы болсын, дендеріңізге қуат берсін
әрқашанда аман болайық.